Ене 6 бөлім. Сол жағдайдан кейін араға бір апта салып, келінім үлкен немере қызымды балабақшаға беріп, ұлын кіші келінге табыстап, жұмысқа шығып кетті. Таңертең ұлымен жұмысқа кетеді, кешке бірге келеді. Атасы немеремді балабақшаға апарады, кешке қайта алып келеді. Үлкен келін маған мүлде қарамай сөйлемей қойды. Ұлым да үнсіз. Келіншегімен бірге жұмысқа барып келіп жүрді. Осы аралықта көп ұзатпай кіші келіннің құдалығын жасадық. Жаңа құдалармен таныстық. Ол кісілер өте жақсы адамдар екен. Ата-анасы жоғары білімді, көзі ашық, қызметте істейтін кісілер екен. Туыстары да бай бақуатты адамдар екені көрініп тұрды. Әкесі біраз ренжіп сөйлеп алды. Қызымды той жасап ұзата алмадым. Келген жерінде де ақ көйлек кимеді, деп. Оған бізден кінә жоқ. Жағдай солай болды. Біз қалың мал бермесек те, шешесі өз парызым деп жасауына келіп берді. Құдалық өткеннен кейін бір күні бәріміз кешкі ас ішіп отырғанда үлкен ұлым: «Папа, мама, енді қолдарыңызда келін бар. Інім осы қара шаңыраққа ие болады. Бізге баталарыңыз бен рұқсаттарыңызды беріңіздер. Мен бөлек шығамын», деді. Бұл біз үшін күтпеген жаңалық еді. Әкесі дереу: «Қайда кетесіңдер? Пәтерден пәтерге қаңғымақшысыңдар ма? Балаларың кішкентай, қиналасың ғой. Неге асығыс шешім қабылдадың? Інін үйленді деп сені қуып жатқан жоқпыз ғой», деп ренжігендей сөйледі. Ұлым маған қарады да менің ішім қылп ете қалды. Ұлым бәрібір ерте ме кеш пе бөлек шығамыз, сол үшін ертерек қамдана берейін деді. Қаладағы жұмысындағы бастығының қала шетінде салынып бітпеген үйі бар. Сол үйін сатқалы жүр екен. Ұлым сол бастығымен сөйлесіп, келісіп, сол үйді алатын болыпты. Жартақшасын өзі, ал жартақшасын қайнатасы беретін болыпты. Мұны естігенде әкесі біраз ашуланды. «Қайнатаннан ақша алма», деп, «бірақ ұлым кейін қайтарып беретін болып келістім», дейді. Шалымның көңіл күйі түсіп қалды. Немерелерін қатты жақсы көретін еді. Менің де ішім ашып, жүрегім сыздап қалды. Көңілім құлазып, немерелерімді қимадым. Маған келінім ұлымды алып кетіп бара жатқандай болды. Арада бір ай өткен соң ұлым сол үйді сатып алды. Сөйтіп 2 бөлмесін бітіріп, келін бар жасауын, тіпті қасықтарына дейін жинап көшіп кетті. Үлкен келінім кетерінде атасымен жылы қоштасып, маған «Аман жүріңіз», деді де артына бұрылмастан көлікке отырып кетіп қалды. Кіші ұл келін екеуі көшірісіп, көмектесуге бірге кетті. Үйіміз құлазып, өлі тыныштық орнады. Шалым бүк түсіп жатып қалды. Мен бір түрлі, көңілім құлазып, көзіме жас келді. Сөйтіп кіші келінмен қалдық. Үлкенім жайғасып алған соң үйге шақырамыз, деп айтып жіберіпті. Кіші келінім абысыны секілді емес еді. Айы күні жақындаған сайын тез шаршап қалатын. Таңертең кешірек тұратын. Мен: «Ерте тұрып сиыр сауып таңғы ас дайындамайсың ба?» десем, балам: «Анадай ішімен қалай сауады? Өзіңіз сауа салмайсыз ба?» дейді. Үлкен келін 2 баласында да босанғанша дейін сиырды да сауып, үйдің бар тірлігіне үлгеретін. Оның қадірін кете сала түсіне бастадым. Таңертең ерте тұрып сиыр сауып, шалыма таңғы асты өзім беретін болдым. Қайтадан үй тіршілігіне араласа бастадым. Бұрын бар киімімізді үлкен келін айтқызбай-ақ, іш киімімізге дейін кір салғыш себеттен алып жуып кептіріп, жинап әкеліп салып қоятын. Енді өзім жуатын болдым. Бірдеме дейін десем, кіші балам дереу әйелінің сөзін сөйлеп, аяғының ауырлығын сылтау қылатын болды. Бір күні әдеттегідей ерте тұрып, сиыр сауып, шелектегі сүтімді көтеріп келе жатсам, дарбазадан Гүлзей кіріп келді. Сүт сұрай келіпті. Мені көре салып: «Әй құрбым, немене, сиыр сауып жүрсің бе? Келінің қайда?» дейді. Мен ыңғайсызданып, келіннің босанатын уақыты жақындап қалды ғой, өзім сауып жүрмін, дедім. Ол мырс етіп күліп: келінге келін болып жүрмін десенші», деп күлді. Мұнысына ыза болып қалдым. Содан сүтін құйып бердім де үйге кіріп, сүтті пісіріп, шалыма шай құйып бердім. Жұмысқа жібердім. Ұлым да тұра салып
беті қолын жуа сала кешігіп барамын деп шәй де ішпей асығып кетіп қалды. Артынан ұйқылы ояу көзімен келін шықты. Асықпай сыртқа шығып келіп, беті қолын жуып, пісіп тұрған сүттен құйып ішкелі отыр. Мен ашуланып отыр едім. Оған зекіріп сөйлей жөнелдім. Ертерек тұрмайсың ба? Бізді қойшы, ең болмаса ана күйеуіне шәй беріп жібермейсің бе? Аш кетті. Бала туатын сен ғанасың ба? Үйде дым істемейтін болдың ғой, деп сөйлендім. Сөйтіп едім. Келінім міз қақпастан бетіме тік қарады да, мама, менің аяғым ауыр. Өз-өзімді күтуім керек. Бұл уақытша. Алла бұйыртса аман-есен босанып алайын. Сосын өз-өзіме келемін. Күйеуім аш қалмас. Жұмысында асхана бар ғой. Оның үстіне үнемі осылай емес қой. Бүгін ғана шамалы мазам болмай тұр, деді. Келінімнің жайдарлы күйіне одан әрі жыным келді. Өзімнің де жүйкем жұқарып жүрген еді. Гүлзейдің үстімнен күліп кеткені бар. Ашуланып келінге дауыс көтеріп, аузыма келгенді айтып ұрыстым. Келінім сол отырған күйі көзі бақырайып маған қарап қалды да бір кезде ол да ашуланып кетті. Маған қарап, неменеге мені балағаттап жатырсыз? Өзіңізді біліп алыңыз. Біз ештеме білмейді дейсіз бе? Кезінде өзіңіз қолыңыздан дым келмейтін олақ, салақ келін болыпсыз ғой. Артыңызды енеңіз жауып отырған. Кейін абысыным жауып отырыпты. Оның өзін мойындағыңыз келмей, күн көрсетпей жібердіңіз. Сыйлағанды білмедіңіз. Мені де аяғы ауыр болып келдің, деп бетіме басып, маған тойда ештеме жасап бермедіңіздер. Мен балаңыздың алдында пәкпін. Маған сол да жеткілікті. Аллаға шүкір. Олай келсем де қолымнан бәрі келеді. Ал білмегенімді абысыным үйретті. Сондықтан да сыйыңызды кетірмеңіз. Мен сізге үндемей, бәрін ішіне жұтып жүре беретін абысыным емеспін, деп орнынан тұрды да бөлмесіне кетіп қалды. Келіннің мұндай сөздерінен көз алдым тұманданып, басым дыңылдап кетті, жүрегім қысылды. Сөйтіп мазам болмай ауырып қалдым. Бөлмеме кіріп жатып қалдым. Содан кейін келінге мүлде сөйлемейтін болдым. Осылай уақыт өтіп жатты. Айы күні жетіп, келінім ұл босанды. Бұған барлығымыз қуандық. Өйткені үлкен ұлдың балаларының орны ойсырап қалып еді. Үйде балалардың шуылдап жүргені қандай жақсы. Сөйтіп шалым да қуанып, мал сойып, үлкен ұлым мен келінім келіп шығарып алдық. Келінім сол күйі маған салқын қабақ танытып жүрді. Үлкен балам түк болмағандай кейіп танытқанымен бәрібір бұрынғыдай емес еді. Жалғасы бар.